Барлықтарыңызға сәлем. Және бүгін біз 2-ші сынып дүниежүзі тарихы 19-ші параграф Германия, Франция және Жапонияның әлемдік экономикалық дағдарыстан шығу жолдары тақырыбын қарастыратын боламыз. Мен сіздерге оны барынша қарапайым тілде оқушыға қалай түсіндіреді, дәл солай түсіндіргім келіп отыр. Бұл 19-ші параграф бір қараған кезде негізде ұзақ көрінгенімен өте қатты ұзақ емес. Сол себепті мұны тез-тез 10-15 минуттың ішінде талдап жіберуге болады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ең бірінші бізде қарамен жазылған тақырыпша өркендеу кезеңінің әлемдік экономикалық дағдарысқа ауысуы. Яғни бұл кезең негізінен өркендеу кезеңі, сіздер білесіздер, өркендеу кезеңі ол әрбір елдің белгілі бір өнеркәсіп жағынан, ауыл шаруашылық жағынан жетістікке жетуі, және сол жерде халықтың жағдайы күрт жақсарып кетуі, және де басқа шетелдермен жақсы қарым-қатынас, экспорттау, өнімнің артуы, шикізаттың пайда болуы, қаржының көбеюі деген сияқты сол нәрсенің барлығы бізде гүлдену, яғни өркендеу болып есептелінеді. Жалғастырамыз. Және де бұл өркендеу кезеңі көбінесе ақш-та байқалған болатын, өйткені ол жерде өнеркәсіптің өте жақсы дамығаны байқалды. Яғни ол жақта деген жаңағыдай кәдімгідей өнеркәсіп жақсы дамып, шикізат пайда болды және мемлекеттегі қаржы күрт артып, ол жақта халықтың жағдайы өте жақсарып кетті және өнімдер де көбейе бастады. Және сол жақта Ford машинасы шыққанын білесіздер, және оның барлығы бізде өркендеу кезеңі болып кетеді. Ал неге өркендеу кезеңінен дағдарысқа, әлемдік экономикалық дағдарысқа әкеліп соқты? Бұл сұрақ барлықтарыңызды ойландыратын шығар. Бұл дегеніміз, яғни өркендеу кезеңінде өзінің келеңсіз жақтары болатынын түсіндіреді. Яғни өркендеу кезеңі ол өте жақсы, және де тым қатты өркендеп, тым қатты көп өнім шығарып кеткендер де болды. Соның нәтижесінде белгілі бір күні, яғни білесіздер, Уолл-стритта 1729 жылдан бастап, 1929 жылдан бастап, кешірім сұраймын, 1929 жылда Уолл-стриттағы жаңағы акциялардың бағасы күрт төмендеп, барлығы төмендеп, елде қатты инфляция басталды, және жаңағы өнімдердің барлығы артық болды, және халықтың тіпті оны сатып алатын жеткілікті қаражаты да болмады. Өйткені қазір ақша құнсызданып, жаңағы жалақы түсіп кетті. Одан кейін бұл жаңағы өнімдердің алым-сатылымы болмағандықтан жұмыссыздық көбейіп, көптеген компаниялар өз жұмыстарын тоқтатқан болатын, шетелге экспорт азайды. Және тағы да сол сияқты проблемалар осы ақш биржасының құлауынан әлемдік экономикалық дағдарысқа келіп соққан болатын. Яғни тым қатты өркендеу, ол дегеніміз артық өнімдер өндіру. Жаңағыдай айтып өткенімдей, мысалға алатын болсақ, Францияда фермерлік өнімдер тым көп артық өндірілген болатын, және оны фермерлер өздеріне де пайдалана алған жоқ. Сол себепті олар жаңағы оны мысалға алынған сүтті көлдерге төкті, ал алынған астықтарды, бидайды барлығын өртеп жіберген болатын. Бұл да жағдайдың қиындығын сипаттайды. Яғни дәл осы себеп бізде жаңағыдай әлемдік экономикалық дағдарыстың бастауын сипаттайтын еді. Жалпы енді келесі мемлекеттерге тоқталып өтейік. Бізде дағдарыстан шығудың ең алғашқы жолы Франция. Франция ол негізінен, өздеріңіз білесіздер, жаңағы басында орта ғасыр кезінде өте бытыраңқы ел болған, және ол деген басқа Италия, Испания сияқты елдермен бірге одан кейін барып біріккен болатын. Біріккеннен кейін олар шынымен де экономикалық өте жақсы дамыды, және ол ақш-пен бірдей болды деңгейі деп айтуға болады. Мысалға алатын болсақ, дүние жүзінде ақш биржасы құлап, өнеркәсіп төмендеп, акциялар төмендеп бастаса, ол кезде мысалы ол кезде Қазақстанда ұжымдастыру болды, ол кезде халық аштан қырылып жатты. Яғни бұл жердегі айырмашылық жер мен көктей, Европа елдері мен Азия елдері. Өте қызық жайт. Яғни сол жаңағы Франция өте жақсы дамыған болатын, және оған да бірінші дүниежүзілік соғыс әсер етті, және ол да осы ақш биржасының құлауынан
экономикасы минусқа кетті деп айтады. Менде бұл жақта айта кететін жайт, Францияда бұл дағдарыс 1930 жылы басталған болатын, яғни басқа елдерден өте кеш 1930 жылдың аяғында, қателеспесем, иә. Сол кездерде жаңағыдай дағдарыс басталды, және ол дағдарыс та кеш аяқталды. 1935 жылға дейін, яғни 5 жыл аралығында Франция экономикалық дағдарысқа ұшырады. Бұл жерде айтып өтетін деректер болады, және кітапқа қарағаныма мүлдем айып етпеңіздер. Бұл жерде сауда 2 есеге азайды, сыртқы сауда, және ішкі сауда мүлдем құлдырап кетті. 100 мыңнан астам ұсақ саудагерлер кедейлікке ұшырады. Француз банкінің ұлттық алтын қоры 2 есеге қысқарған болады. Сонымен қатар, бұл жылдар ішінде өндірістің жалпы өнімі 80%-ға, яғни өндіру төмендеп кетті, және шойын мен болатты қорды 2 есеге жуық азайды. Яғни Францияда сол кездерде шойын мен болат болған, бізде қазір мысалға мұнай болатын болса, экономикасы ұстап тұрған ол кезде шойын мен болат болды. Және орда оны өздері өндіре алған болатын, бізден айырмашылығы. Ол 2 есеге азайып кеткен болды, жаңағы дағдарыстан кейін, дағдарыс кезінде. Соның ішінде автомобильдерді шығару, түсті металдарды бақылау азайған болатын, тоқыма өнеркәсібі қиын қыстау кезеңдерді кешіп, жаңа ол жерде құлдырау қаупінде тұрған болатын. Ондаған фабрикалар мен зауыттар жұмыссыз қалды. Өндірістің құлдырауы жұмыссыздықтың жылдам өсуімен және еңбек ақының қысқаруымен түсіндіріледі. Жаңа айтып өткенімдей, ауыл шаруашылығына бидай, арпа, сұлы, жүн және қант бағасы күрт төмендеді. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру пайдасы болып, олар өртелді және жойылды. Сөйте тұра, өндіру еңбекшілер өздерінің жеткілікті азық-түлікпен қамтамасыз ете алмады. Яғни бізде сол өнімдер 2 есеге төмен болса да, бәрібір олар өздерін толық қамтамасыз ете алмады. Инфляция болды деген сөз. Сыртқы сауда 2 есеге азайған, жаңағы айттым. Сол кезде Франциядағы тұрғындар сол кезде қорытынды шығарған болатын. Тек осы дағдарыстан тек мықты адам ғана бізді шығарып Францияны құтқарады дегендей. Және сол кезде бізде 1938 жылы парламенттік сайлауларда бізде социалистік партия жеңіске жетті. Және бұл социалистік партия көптеген реформалар қабылдады. Соның ішінде олар өздерін өзі асыра алмайтын мүгедектерге, қарттарға, жетім балаларға, жесірлерге көмектескен болатын. Қаржылай көмек берді. Сонымен қатар бірқатар әлеуметтік реформалар қабылдады. Сыртқы саясат және ішкі сауда бойынша да көптеген өзгерістер енгізген болатын. Және олардың басты мақсаты жұмыссыздықты азайту, сонымен қатар қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруға бағытталған әлеуметтік реформаларды құру. Және де бұл саясат жаңағы Францияға өздерінің аз шығындармен дағдарыстан тез шығып кетуіне мүмкіндік берген болатын. Және дағдарыстан шығу кезінде социал реформалық билік жүйесі, социал реформалық ойлау, ол демократияға мүлдем өзінің әсерін тигізген жоқ. Бұл жерде артықшылық деп ойлаймын. Өйткені Франция социал реформалық, яғни социалистік партияның билігінің астында болғандықтан, болғанына қарамастан, ол жерде демократия болды. Ал мысалға біз КСРОны алатын болсақ, ол жерде социалистік партия билікте болды, бірақ демократия мүлдем болған жоқ. Яғни тоталитарлық жүйе құрылды. Ал Францияда олай емес. Орда жарты құрылым социалистік, жарты құрылым демократиялық болды. Және осы екі тарап арасында бізде бейбітшілік болғаны өте қатты қуантады. Келесі ел Германия. Және Германияда, міне қараңыздар, тіпті кітапта сіздерге суретімде беріп қойған Германиядағы гиперинфляция. Қараңыздар, балаларда қаншама ақша, көрдіңіздер ме, қаншама ақша балаларда. Көптеген жаңағы уыс-уысымен. Шынымен де. Және Германияда бізде дағдарыс 1929-1930 жылдардағы арақты қамтыды. Және де ол кезде бізде өндірістің үздіксіз төмендеуі 1938 жылдың аяғына дейін жалғасқан болатын. Осы уақыт ішінде бізде
өнеркәсіп өндірісі 40%-ға төмендеді. Дағдарыс көптеген салаларды 19 ғасырдың аяғындағы күйге әкеліп тастады. Яғни, мысалға бізде көлік өндіру, тоқыма өнеркәсібі, тағы да тігін, соның барлығы 19 ғасырдың аяғында дамымай тұрса, мысалға технологиялар болмады, жеткілікті қол болмады, жаңағы білімді азаматтар болмады деген сияқты сондай мәселелер қайтадан сол дағдарыс кезінде сол мәселе қайтадан қайталанды. Сондай мағынада түсіну керек. Және ол жерде жұмыстардың саны 9 миллион болды. Және 100 мың қызметкерлер күн көрсе күрт нашарлап кетті, және дағдарыс көптеген банктерді күйретті. Осы кезде Германия не істеді? Германияға 1930 жылы Адольф Гитлер бастаған әлеуметтік социалистік партия билікке келеді. Францияға ұқсас социалистік партия, бірақ бұл жерде қаттырақ жүйе. Яғни, сол Адольф Гитлер және оның тобы, әлеуметтік тобы тоталитарлық жүйе енгізді. Германияның бытыраңқылығын біріктіру үшін олар тоталитарлық жүйе енгізді. Яғни тоталитарлық жүйе дегеніміз ол бүкіл нәрсе өндіріс, жаңағы елдің ішкі жағдайы, сыртқы импорт, сыртқы саясат, ішкі істер, ішкі өндіріс, ішкі сауда-саттық, білім беру жүйесі, денсаулық сақтау жүйесі, қаржы айналымы барлығы мемлекеттің бақылауында. Яғни бұл жердегі плюс бізде сыбайлас жемқорлық болмайды, артық мәселе болмайды, мәселелері болмайды, және ішкі мәселелер, жаңағы ішкі бытыраңқылық, екі мысалға ұлттардың арасында немесе германдықтардың арасында ұрыс-керіс жанжал дегендер ондайлар болмайды, өйткені олар барлығы биліктен қорғады. Ол жерде қаттаң жүйелер қабылданған болатын, бірақ ол өте қатты Германияға пайдасын тигізді. Олар жаңағы бір 4-5 жылдың ішінде жайылып тұрғанды бір тұтас қылып алды, және ол әскери тәртіп болды, ол жерде халықтың тәртібі болды, білімде болды, барлық болды. Бірақ өте қатал жаңағыдай үнемі стресс болды. Сол минусы, қалған жағы плюстары болып табылады. Сол кезде Адольф Гитлер бізде мемлекетті басқару үшін 18 палата құрады. Және 1930 жылы азық-түлік құқығы туралы заң ол ауыл шаруашылығын және ауыл шаруашылығын реттеудің жоғары министріне жұмсалған болатын. Яғни ол тапсырмалар бәріне бүйтіп бөліп беріп жатыр. Және 1934 жылы экономиканың негізі құрылысына дайындық туралы. Яғни экономиканың негізі құрылысы дегеніміз ол сол жердегі өнеркәсіп саласы. Өнеркәсіпті ол 7-ге бөліп тастады. Жалпы өнеркәсіп, энергетика, тоқыма өнеркәсібі, техникалық, қолөнер, сауда және банк. Осы 7 салаға бөлді. Одан кейін сол бойынша олар жеке жаңағы үстемдіктерін жүргізе бастады. Өндіріс майдың орнына зеңбірек деген ұранмен жүрген болатын. Және де халықты еңбекті ұйымдастыру туралы заң мәжбүрлі еңбекті қалыптастыруға арналған нормативтік база құрды. Яғни ол жерде мәжбүрлі еңбек және халықты еңбекке шақыру оларда норма сияқты болатын болды. Сол заң қабылдағаннан бастап еңбекке мәжбүрлеу норма. Сол сияқты. Яғни бізде экономиканы еңбек қолдарымен неміс еңбек майданы оның ішінде қамтамасыз ету тиіс болған. Ол жерде экономикада фюрерлік деген ұғым пайда болды. Яғни кәсіпорын иесін фюрер, ал сол жерде кәсіпорын қызметтерін фюрерлік деп атаған. Яғни қайтадан орта ғасырлық феодалдық жүйе сияқты болды, тоталитарлық жүйе. Және ксро-мен салыстыратын болсақ әскери коммунизмге ұқсайды. Өйткені халықты еңбекке шақыру деген сияқты мәселелер. Сөйтіп Германия 1930 жылы экономикалық дағдарыстан шығып кетті. 4 жыл болды ол жақта. Ол жерде бізде экономика милитандырылды. Сол себепті ол жұмыссыздықты жоюға мүмкіндік берді. Сол жұмыссыздықты жоюға мүмкіндік берді. Келесі ел Жапония. Ол жерде де дағдарыс 1929-1930 жылдар аралығында болды. Және де
сауда саласы ауыр соққыға ұшыраған болатын. Тауарлардың экспорты 2 еседен артық қысқарды. Ауыл шаруашылық өндірісі 50%-ға, өнеркәсіптік өндірістер 32%-ға азайған болатын. Сонымен қатар химия жасау, тоқыма, металлургия, машина жасау өнеркәсіптері қиын жағдайға тап болды. Әсіресе Жапонның жібек шаруашылықтарынан дағдарыс қатты байқалды. Өздеріңіз білесіздер, Жапонияда жаңағы жібек мата өндіру өте жақсы дамыған. Және ол тіпті Жапонияның күнкөрісі сол жібек матада болды деп айтуға болады. Ал егер сол жібек мата өнеркәсібі құлдыраса, демек Жапонияда құлдырады деген сөз түксіз қалады, ол жібексіз. Жібек маталар өндірісі 4 есе азайды. Сол кезде жұмыссыздықтың саны 10 миллионға жетті. Өйткені көптеген өнеркәсіптер жабылды. Көптеген жапондықтар сол жібек өндіруде жұмыс істеген. Сол үшін дағдарыс үшін ол жібек өндіретін орындар жабылып, сөйтіп жұмыссыздық көбейе бастады. Ол жерде не болды? Жапония 1929-1930 жылдар аралығында Германия сияқты әскери милитандыру жүйесі арқылы шығып кеткен болатын осы дағдарыстан. Және де ол жерде 1931 жылы Жапон әскерлері Қытайдың солтүстік шығыс бөлігін басып алып, қуыршақ Манчжур мемлекетін құрды. Яғни содан кейін Қытай аймағын басып ала бастаған болатын. Біртіндеп Қытайды басып ала бастады, сол арқылы өзінің экономикасын дамытты. Яғни олар жер иеленді. Сонымен қатар бізде химиялық өнеркәсіптің қуаттылығы 2 есе, ал электротехника 3 есе, қару-жарақ өндірісі 5 есеге өсті. 30 жылдары жоғары сапалы сағаттар, радиоқабылдағыштар, велосипедтер, қолшатырлар, іс машиналары өндірісті жолға қойып, олар да соғысқа жұмыс істеді. Осы бәсекеге қабілетті тауарлардың орнына Жапония қажетті шикізат пен стратегиялық материалдарды жасай бастады. Яғни импорттады. Сол жерде жаңағыдай жұмысшыларды заң басып айлық негізге дейін жеткізген болатын. Және жұмыс күні 14-16 сағат қолғайды. Еңбек ақы барынша төмендетілді. Жапон капиталының оңтүстік шығыс Азия елдеріне шығарылып күшейді. Яғни бұл жерде Жапонияда мынадай ойлау типі болды: егер өз мемлекетін сақтап қалғысы келсе, өз мемлекетін дағдарыстан шығарғың келсе, онда мемлекетте тегін жұмыс істе. Яғни енді олар тым тегінге жұмыс істеген жоқ, бірақ жалақы айтты ғой, барынша төмендетілді. Яғни егер жалақы төмендей берсе, демек ол алдағы уақытта өмір кешуге де, азық-түлік сатып алуға да келмейтіндей еді. Егер мемлекетіңді сақтап қалғың келсе, аш қал деген сондай типпен ойлар жаңағыдай дағдарыстан шығып кетті. Яғни Германияға сәл ұқсастықтары бар. Германияда да әскери милитандыру сол жерде соғысқа ерте жастан бастап дайындау өте жақсы дамыған болатын. Жалпы бұл сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. 3 елдің қалай экономикалық дағдарыстан шыққанын айтып берген болатынбыз. Келесі көріскенше сау болыңыздар. Егер айтатын пікірлеріңіз болса, осы видеоның астына қалдырып кетсеңіздер болады. Лайк басып маған тіркесеңіздер риза болып қалар едім. Сау болыңыздар.